сол бір көлік апатының зардабы отбасымызды ақсатып, арқа сүйер тірегімізден айырғалы 2 жыл өтіпті. Сол 2 жылда көрген қиыншылықтың орнын Құдайдың бізге берген саналы ұл-қыздары толтырып келген екен. Ал мен болсам апаттан алған жарақаттарыммен әлі күнге дейін алысып келем. Бір жағынан сол кезде қасымызда күнімнің нұрлары, балаларым болмағанына қуанам. Анашым, мен бүгін дайындық сабақтан 5 алдым ғой. Қараныш, қазір көрсін. Ақылдым, жарығым сол, жарайсың. Тоты, осы сен мақтамасын жүре алмайсың, я? Мен же тұрмын ғой өзіме. Анашым, оған айтыңызшы, өзінің ешқандай бесі қалған жоқ, сол үшін мақтана алмайды. Динара қызым, сен де Тотының жасында осында ерке болғансың. Айтшы балам, сен не бітірдің бүгін? Мен мектептің оқушыларына қазақи киім дизайн сызып директорға ұсындым. Ол оған қатты ұнап, келесі жылдан бастап қолға алатындығын айтты. Жарайсың қызым. Көрдің бе, өз ойыңды айта білсең, биік жетістіктерге жетесің. Жалғас балам, Айбек пен Заңғар қайда? Анашым, Айбекті ағылшынан, ал Заңғарды гермен қол күрес жарысына алып кетті. Бүгінгі тәуелсіздік күніне арналған жарысқа орай ауылымыздың намысын қорғап келмекші. Қандай жақсы. Шүкір осы сендерде ақылды, білімді перзент бергеніне. Осы күнде әкелерін көргенде құлыным. Анашым, Не болды? жедел жаңын шақыршы. Анашым, Көзіңізді ашыңызшы. Анашым, не болды? Не болды сізге? Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің атанаң төмендегі нөмерге хабарлассын. Каз Продакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын. Анашым, біз келдік, қараңыз, біз не алып келдік, анашым? Жалғас, Тоты, Динара. Анашым қайда, мыналарды көрсетейік та? Не болды оған? Анамыздан айырылды. Енді ол келмейді. Енді әкеміз де, шешеміз де жоқ. Біз бекем болуымыз керек. Gerekemay, bağımlarınız var, bağımlarınız var, bayramlarınız var, Мына балаларға обал болды ауа. Алдымен әкелері, енді аналары. Айтпа,
бірінен кейін бірі кетіп батыстар қыл жетім қылды. Енді жәутеңдеп күндері кімге қарар екен? Қиын болды. Иә, қиын болды. Бұйыртса барлығы жақсы болады. Адамдар айтқан сөзіне мән берудің қажеті жоқ. Біз де енді бір кішкентай балалар емеспіз ғой. Бір амалын тауып күн көрісімізді көрерміз. Айтпақшы, анам бізге бір бауыра жайлы айтып, соған хабарласымыз өтінген. Ол кісі жағадай жақсы, бизнесмен, сол сендерге қарайласады деді. Оны қашан айтып жүр? Неге біз оны танымаймыз? Сендерге түсінікті болсын. Қысқасы, ол былай болған екен. Біз ағайынды екеу едік. Әкем мен анам айырылысып кеткенде, мен анаммен, ал інім Құдірет әкеммен қалған. Ол әкемнен қалған бизнесті айналдырып, қазір жағдайы жақсы, бақуатты өмір сүріп жатыр. Егер мен алай-бұлай болып кетіп жатсам, соған хабарласыңдар. Заңғар мен Айбекке де осын айтыңдар. Ой, анашым, не деп кеттіңіз? Олай дей бермеңізші. Сіз әлі жазып, аттай болып шығасыз. Өз-өзіңізді ондай жаман ойлармен жей бермеңіз. Барлық жақсы болатынына сенейік. Мен ана Құдіретімді күнімнің нұры деуші едім. Мына хатта барлық жазылған. Мекен-жайы, телефон номері, хабарласасыңдар. Анашым, не болды сізге? Дәрігер, анама не болды? Дәрігер, қайдасыздар? Асқарбек Нұрманұлы, сол кездесу мәселесі бойынша хабарласып тұрмын. Аха, сағат 1-де. Жақсы ендеше. Келістім. Аға, ана, даладағы тұрға мәшеңіз сүрт берсін бола ма ақшаға, өтінем. Сен сүртіп бермей ақ қойшы. Сен әуел бетің сүртіп алықтың ба? Не болды? Басеке, осы сіз балаларды неге жаттырта бермейсіз? Оны кім айтып жүрсің? Қалай ойлайсыз Заңғар? Хабарласамыз дұрыс па? Әлде өзімізді малдаймыз ба? Білмеймін, Айбек. Күн көрсем бізден нашарлап бара жатыр. Кімнен көмек сұраймыз, қалай қыламыз? Қалайсыңдар балалар? Сәлеміз. Ыстық тамақ алып келдім. Ыстықта ішіп аңдар. Рахмет сізге Алмашбай. Үнемі бізді ойлап жүресіз. Оқасы жоқ, аш қылмасаңдар болды әйтеу. Қалған балалар қайда? Олар сабақ тапмай кеткен. Мынау немене қағаз? Жарықтың түбіртегі ма? Мынау не деген жақсы? Хабарластыңдар ма енді? Жоқ, қажеті жоқ па деп отырмыз. Қажет жоқ деген болмайды. Ағайын туыс өмір бойы керек болады. Оның үстіне сендерді асыраушы жоқ деп балалар үйін алып кетуі мүмкін. Оған қалай айтамыз? Бізді асырап алыңыз дейміз бе? Қазір өзім хабарласа салайыншы. Ой, өзім телефонымды үйде қалып кетіпті. Сендер ыстықтай тамақтарын ішіп аңдар. Мен қазір келемін.
Алло. Сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап тұрмын. Сіздің Күнсұлу деген әпкеңіз бар ма? Сен менің көзімнің нұрысың. Мен сізді қатты жақсы көремін. Алло. Иә, бар болатын. Қайғыңызға ортақпыз. Әпкеңіз о дүниелік болды. Бірақ артынан 5 баласы жетім қалды. Енді балаларды арнайы орынға өткізбей тұрып, сіз алып кетуіңіз керек. Бұлардың басқа жақын туысқандары жоқ. Алло. Тыңдаңызшы. Алло, тоқтаңызшы. Қалай сонда мен оларды алып кете алмаймын? Мен оларды тіпті танымаймын да ғой. Басқа амал жоқ. Егер балалар далада түнесін демесеңіз, ертең келіп алып кетіңіз. Сізге мекен жайды қазір жазып жіберемін. Алло. Құдіретке асыл. Бір нәрсе болып қалды ма? Ертең жұмысқа шықпаймын. Жолға жиналуым керек. Не болып қалды, қайда? Мен кішкентай кезімде әке-шешем ажырасқан. Әпкем ауылда қалды. Әпкем қайтыс болды. 5 баласы жетім қалыпты. Мүмкін бармай қояса. Бір түрлі болып тұрмын. Қайдан білесіз? Мүмкін сіздің байлығыңызға қол сұғып, алаяқтар сізді алдап тұрған шығар. Алло. Бізде мәселе шықты. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Сіздің әпкеңіз бен оның күйеуі жақсы адам еді. Тағдыр ғой, қайтесің енді. Оның үстіне ыңғайсыз болса да айтайын, балалар 3 ай болды пәтер ақысын төлемеді. Дүкенге де қарыздары бар, соны төлеу керек. Аттарың кім сендер? Айбек. Динара. Заңғар. Жалғас. Тоты. Жарайды ендеше былай болсын. Сендер көлікке барып отыра беріңдер. Бірақ аяқтарыңды қағып, ештеңе сырып алмай тыныш отырыңдар, жарай ма? Бар. Апай, бұлар қанша беру керек еді? Салмасы ба? Ой, келіп қалдыңдар ма? Өзіңіз айтқандай, бала күтушіні жалдап қойдым. Үйді көрсеттім, сіздің ережеңізбен таныстырып қойдым. Жақсы, рахмет. Сіздің есіміңіз кім? Есімім Марал.
Жақсы. Бұрын соңды мұндай жұмыс істеп көріп пе едіңіз? Иә, бір министрдің бала күтушісі болып жұмыс жасаған едім. Ешқандай шағым болған жоқ. Жарайды ендеше, балаларды үйге кіргізе беріңіз, жайғастыра беріңіз. Балалар, жүріңдер үйге. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен балаларды қорғау орталығынан келіп тұрмын. Есімім Әділет. Менің есім Құдірет болады. Айта беріңіз. Біз арнаулы көрсетілген әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларды өзімізбен бірге мекемеге алып кетуіміз керек. Жақсы. Алып кете беріңіз. Мен оларды бір аптадан кейін ғана алып кететінді ескертуге келіп тұрмын. Егер сізге кедергі келтірмесе, уақытша осында қала берсін. Жақсы ендеше, бір апта болса, бір апта. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Балалар, бұл жерде тұрған заттар орнынан қозғалмау керек, және заттарға рұқсат тиісуге болмайды. Құдірет ағалардың тәртіп пен тәрбиеге өте қатал қарайды, сондықтан таза жүріп, таза тұрыңдар, жақсы ма? Жарайды, Маралтеде алаң болмаңыз. Біз бір аса бір кішкентай балалар емес бұл. Барлығын бақылауда ұстаймыз. Уайымдамаңыз, апай. Жақсы, онда ұлдар сендер мына бөлмеге, қыздар сендер мына бөлмеге. Бірдеңке керек болса сұрайсыңдар, мен астында боламын, жақсы ма? Бағанағы келген кісі біз туралы айтты ма, алып кетеміз деп. Білмеймін, Тот, қорықпа. Құдірет аға олай жасамайтын шығар. Бәрі жақсы болса екен, бізді есі жоқ ит құсатып ары-бері лақтырмай. Болды. Әр нәрсені уайымдай бермеңдер. Не болса да уақытында көреміз. Түсіндер ме? Өз үйің, өз атанаң болмаған соң басыңа түскенін көресің. Бірақ қандай жағдай болсын, біз мойымауымыз керек. Кеттік бөлмеге. Оқымысты болсаң, біреу саған спортпен айналыспа деді ма? Білекті бірді, білімді мыңды жауды. Мыңды емес, мен жиналмай жатсың ғой. Өз аңғар, спортшын деп әлің жеккенге тисе бересің ба не? Аналарға айтасаң, шу болмасын деп. Жақсы, қазір. Балалар, тыныш. Құдірет ағаларың ескертіп жатыр. Өзі ғой бірінші бастаған. Жарайды, Марат әтсе, ренжімеңіздер. Керемет нәрселер көп екен, я жоғыз? Тоты байқаш. Жарайды, ештеңе естейсің. Не істеушіңдер екеу? Түс. Біз жай Тот екеуміз не ғой? Қызықты нәрселер көп екен, соларды қарап жүгіреміз ғой. Жарайды, байқап жүріңдер, Құдірет ағаларың байқап қалмасын. Тыныш, сақ жүріңдер, е? Я, Маралтеде, әрине. Еш ойындамаңыз. Біз ойды әлі жинап біткен жоқпыз. Мен үйге кеттім, байқап жүріңдер.
Нәрі, мен боламын. Не істедің? Мен мынаны байқамай сындырып алдым. Неме сені құлақ қалдыма десем, жарайды енді өзің аман болсаң болды. Не болды? Не болды? Ақыры түбіне жеттіңдер ме қымбат вазаның? А? Мен сендерге не деп айттым? Бұл үйде тәртіп болу керек дедім. Солай ма? Кішкентай баласыңдар ма не сендер? Адамда кішкентайда осы жауапкершілік болу керек, түсінікті ме? Қара көзіме. Сен білесің ма мына қанша тұратын вазаның? Қымбат сыйлық мынау. Ал жандарың жай тапты ма? Құдірет мырза, бұлар әлі бала ғой. Оның үстіне аналарының қайтқанына да көп болған жоқ. Жаңа орта, жаңа ереже, жаңа тәртіп. Кішкене уақыт берсеңіз болады ғой. Жарайды. Тәртібімен жақсылап тұрып айналысыңыз. Түсінікті ме? Тәртіптермен өзім айналасам. Айналысыңыз, жақсылап айналысыңыз. Ал сіз алаңдамаңыз. Секен деп шуа. Кешіріңізші, Марал тәте, ұятқа қалдырсақ. Рахмет, тәте. Сіз болмасаңыз ол кісі бізді далаға қуып шығармайды. Жоқ, жандарым, ештен кетпейді. Сендердің көңілдеріңнің қасында еш нәрсе емес қой. Неге осы кісі соншама күйінді екен түсінбеймін. Заңғар, ол кісі бастық адам. Ол кісінің өзіндік ережелері мен өзіндік талаптары бар. Ол қалыпты нәрсе. Сондықтан сендер де ол кісінің принциптеріне түсіністікпен қараңдар, жақсы ма? Жақсы. Келем. Жинап алайық. Құдірет, сен қандай тәттісің өзің? Анам да бір әдемі қылып туа салған екен екеумізді. Я, мені сұлу қылып, сізде шүкір болады деп туа салған ғой. Ай, қусың ғой, ә? Әзілдейім әпкетайым, сізбен анамнан асқан сұлу жоқ қой. Сен менің көзімнің нұрысың. Құдірет аға, ертегі айтып бересіз ба? Анашым оқи жатарда айтып беріп бізге көзімнің нұрысыңдар дейтін. Мен ертегі білмеймін. Бірақ қаласаң, мен саған оқып берейін. Оқиын ба? Міне. Бақыт туралы. Қуаныштың бал дәмін алсақ татып, мұң қайғыны көңілден алшақтатып, тырмысқанға көнбей түркілті болмай, қиындықтан жасқанып, жалтақ бақыт. Бір күні Бақыт деген қыз болыпты. Ол өзінің кішкентай інісімен түрлі ойындар ойнайды екен. Екеуі қоласпақта ойнайды, тығылмашта ойнайды. Сөйтіп бір күні кішкентай інісімен тығылмаш ойнап жүріп, інісін шынымен де таппай қалады. Еркебұлан қайда кеттің деп дауыстап та жібереді. Бұл қайда тығылуы мүмкін деп түрлі жерлерді іздей бастайды. Еркебұлан болса үндемейді. Бақыттың қатты есі шығып кетеді. Еркебұлан деп тағы да айғайлайды. Ешкім үн қатпайды. Бір уақытта есіктің артында тұрған шығар деп ақырын есікке жақындап келе берген сәтте, ар жағынан Еркебұлан атып шығып бар даусымен айғайлайды. Сол кезде Бақыт қатты қорқып кетеді. Және де бауырына қысып алып, жылап жібереді. Мен сені іздемеген жерім жоқ, мұның не? Сен қызықсың деп дауыстап жылай береді.
күнәмнан Аллах'a. Я тыңдап тұрмын. Жақсы, қазір шығам. Астарың дәмді болсын. Ал балалар, мен Түркияға іс-сапармен кетіп бара жатырмын. 3-4 күн үйде болмаймын. Марал апайларың айтқанын істеңдер, тыңдаңдар, тәртіпті болыңдар. Жарай ма? Жақсы. Жарайды, жолыңыз болсын. Балам болмай, жақсы барып қайтыңыз. Жолыңыз болсын. Сәттілік. Жарайды, мен ұшаққа кешігіп қалуым мүмкін. Орныңа отыра ғой. Сау болыңдар. Ол күннен сендерге мейірленіп келе жатқан сияқты, Иә, басында ашулана беруші еді. Жылы сөйлесен, жылан іннен шығады дейді. Жүріңдер, Маралды көмектесіп жіберейік. Жоқ, сендер өз шаруаларыңмен айналыса беріңдер. Мен өз ісімді бітіре беремін ғой. Ой, тәте, бізде не шаруа болсын. Керісінше, ішіміз пысты. Сізге кішкене қол ұшын берейік. Жақсы, онда жүріңдер. Қимылдап тірлік істесе тәбіз ташылады екен, иә? Иә, Тоты, мен де жата беріп, тамағым батпай қалып еді. Қайта сендерге рахмет, біраз шаруамды бітіріп бердіңдер ғой. О не дегеніз, Марал тәте? Біз ауылда бұдан да қиын жұмыстар істейтінбіз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сонда да ыңғайсыз ғой. Мен осы істеп тұрған жұмысым үшін ақша аламын ғой. О, әдемілеп жайға суапсыңдар ғой. Ас болсын, ас болсын. Зарина, дәл уақытында келдіңіз. Келіңіз дастарханға. Жоқ, мен тамақ ішу үшін емес, жай үйді көріп кетуге келгем. Сендер осы шулап жүрген жоқсыңдар ма? Жоқ, біз керісінше Марал тәтеге көмектесіп үйді тазалап жүрміз. Тәте, тым болмасын, анан ауыз кетсеңіз. Үйді шашпай, шуламай жүріңдер. Бұл сендерге ауыл емес. Оның үстіне құдірет келсе, көздеріңді құртады. Балаларға сонша дөреқ сөйлегеніңіз не? Келе сала? Сен кімсің маған олай сөйлейтін? Орныңды біл. Мен құдіреттің қалыңдығымын. Мына үйде қалай сөйлеу керек екенін үйрететін маған сен емес, ұқтың ба? Орныңды біл. Бір нәрсе деп қойды. Сен әлгі жалған құжаттарды маған алып берсең болды ғой. Ары қарай өзім қатырамын. Сосын дейсің ме? Қазір ол фирма құдіреттікі болса, қол қойып берген соң ол біздің фирма болады. Құдіреттің құйрығынан бір тебеміз. Ақшаның астында шомыламыз. Ол қазір Турцияда сапарда. Келгеннен кейін мен айтам. Қазір мен құжаттарды алып, сен жаққа қарай шығам. Мына күшіктер барлығын тыңдап тұрған ба? Көздерін құрту керек болды ғой.
қалайсыңдар? Айтпақша Марал тәте сенесіз бе? Біз кеше Құдірет ағаның бөлмесіндегі Зарина тәтенің арам ойлы әңгімелерін естіп қалдық. Ол қандай арам ой? Қысқасы Зарина де Құдірет ағаны алдап, жалған құжаттарға қол қойғызып, бизнестерін тартып алмақшы екен. Қойшы, басқа нәрсе туралы айтқан шығар, шалыс естіген жоқсыңдар ма? Жоқ, кеше бәрін анықтап тұрып айтып отқан. Ол тағы өзіне керекті құжаттарды алып үлгерген сияқты. Онда бұл туралы Құдірет ағаға тез жеткізу керек қой кеш болмай отырғанда. Тоқтаңдар. Алло, Құдірет аға? Қалыңыз қалай? Мазаламадың ба? Жақсы. Шұғыл шаруа болса айт. Тыңдап тұрмын. Аға, сіздің көмекшіңіз Зарина бар ғой, сол сіздің жоқтығыңызды пайдаланып, сіздің бар мүлкіңізді өзінің атына аударып алмақшы болып жатқанын Заңғар мен Жалғас екеуі естіп қалған екен. Марал, қайдағыны айтпаңдар. Ол мүмкін емес. Сендер шалыс естігенсіңдер. Зарина қанша уақыттан бері менің оң қолым. Одан ондай шықпайды. Балалар шынымен естідік деп айтып жатыр ғой енді. Көздерің анық жетпейінше, мен ондай ұсақ түйекпен мазаламаңдар. Жарай ма? Мен білем, Заринаның қандай адал екенін. Болды. Ол сенбей жатыр. Қабен не істедік? Кеше оны аяғына дейін тыңдауымыз керек еді. Қойшы, жарайды. Құдірет аға өзі келгеннен кейін шешіп алатын шығар. Әйтпесе тағы бірдеңеге ұрынып қаласыңдар. Аға, ондай қиянат жасауға жол бермеуіміз керек. Қазір біз оны бірге барып ақылдасамыз. Жүр онда. Айбек, Динара тоты үшеуіне барайық, олар не дер екен? Ешер ит емес, ұшатын құс емес. Көбелек па? Жоқ. Шыбын? Иә. Динара, кішкентай тотты сен қарағанда көп тауып жатыр ғой, ойлансашы. Жұмбақтарың қиын, оңайырақ жоқ па? Қойш, Динара, оп-оңай ғой. Тек енді бізде бір мәселе туындап тұр. Қандай мәселе? Түнде біз сендерге Зарина тәте жайында айтып қой. Енді Марал тәте не деп жатыр? Айттыңдар ма оған? Марал тәте Құдірет ағаға айтып еді, бірақ оған сенбеді. Заринаға шаң жұтқысы келмей тұр ғой. Енді оны видеоға түсіріп бір нәрсе дәлелдеу керек шығар. О, Тотто дұрыс айтады. Қысқасы мен түсініп не істеу керек. Зарина тәтені көргенде телефондарын диктофон қосын тұрсын. Керек болса камераны да қосып алыңдар. Түсіндер ме? Бірақ өте сақ болу керек, байқап қалмайтындай болсын. Түсір. Кеше қайда жоғалып кеттің? Айттым ғой саған құжаттап берем деп. Бір шаруаларым шығып қалды. Оның үстіне Құдіреттің балалары біздің әңгімемізді естіп қойған сияқты. Тез етіп іске кірісуіміз қажет болып тұр. Ана Құдіретті қалай да болса алдап соғуымыз керек. Ол жағын өзім тыңдырам. Сен уайымдама. Ана қара, көрдің бе? Білдірме. Олар ұстап алып қамап тастамаймыз ба? Жоқ, тиіспе. Өзім тындырам. Әйтпесе жоспарымыз құртылады. Бізге қазір баспен жұмыс істеу керек. Бар құжаттарды реттей бер. О, қалайсыңдар? Жақсы, келіңіз. Балалар қайда? Олар бөлмелерінде. Көңілсіз ғой бүгін. Алдыңғы жолғы үшін кешірім сұрайын деп едім. Ұят болды. Түскі ас ішіп алдыңыздар ма? Жоқ, енді дайындап жатырмын. Пісіруге үлгермей қалдым ғой. Пісіруге үлгермесем де дастарханға көмектесіп жіберейін. Жақсы.
бүгін мен сендердің жан алғыштарың болам. Айбектің алдыңғы жұмбақтарынан қарағанда бүгінгі жұмбақтары қиынырақ екен, е? Иә, Тоты, сен де оқымысың ғой, сенде бол қайда әлі. Тамақтарын сендеш. Я қазір. Мен ол жұмбақтарды 3-ші сыныптың кітаптарынан алғам. Ал Зарина ханым дайындап қойған жұмбақтары одан да қиын сияқты ғой. Ой, сендер не қыласыңдар? Тамақтарын ішіңдер. Мына тамақтан иісі бұндай қышқыл емес еді ғой. Енді жұмбақтың шешімін тапты ота. Зарина тәтеңнің дайындаған тосын сыя. Марал, не айтып отырсың? Сен тамағын ашып кеткенде мен кінәлі емеспін ғой. Зарина тәте, өтірік аңқау болмай қойыңыз. Біз сіздің не істеп жүргеніңізді білмейді дейсіз бе не? Тамаққа оғыз барлығымызды қырмақшысыз. Құдірет ағаның бизнесін тарту үшін жаныңызды салып жүрсіз. Кішкентай сумақайлар. Сонда сендер менің жоспарымды бұзбақшысыңдар ма? Бәрібір де Құдірет маған сенеді, сендерге емес. Осыдан қарап тұрыңдар. Құдірет ағаларымен қоса тақыр кедейге отырғызам. Ал мен өз жоспарымды жасаймын. Бізде мұнда барлық аяқтар мен дәлелдер бар. Әкеліңдер телефондарыңды. Не істеп жатсың? Әкел телефоныңды. Әкел дедім мен саған. Ол әлі телефон ұстайтын жаста емес. Осыдан қарада тұрыңдар. Тақыр кедей қылам. Анау сендердің барлық жинаған ағақтарың бәрін алып кетті ғой. Енді не болады? Білмеймін, көреміз. Кешке Құдірет аға келеді ғой. Ей, балақандар, қалайсыңдар? Аға, мен сізді сағынып кеттім ғой. Мен де сені сағындым. Мен бәріңді сағындым. Амансыңдар ма? Қош келдіңіз. Ерте келіпсіз ғой. Келіңіз, дастархан басына жайғасыңыз. Иә, жұмыстарын ерте бітіп, бірден сендерге қарай тарттым. Құдірет аға, тоқтаңыз. Әзер жеттім ғой. Не бол, Зарина? Маралдың тамағына у қосылған сияқты. Зарина, сіз не деп тұрсыз? Қысқасы бұлай. Сіздің байлығыңызды иемденіп қалу үшін балалар құжатқа жалған қол қойдырмақшы. Ал соны естіп қойған Марал қызғанып у қосып қойды. Сен не деп тұрсың? Түсінсем бұйырмасын. Сенбесеңіз қараңыз. Мен бұны зертханадан өзім өткізіп келдім. Енді түсінікті болды сендердің Заринаға не үшін өштесіп жүргендерің. Дәл қазір заттарыңды аласыңдар да кетесіңдер мына үйден, түсінікті ме? Ағай, ол сізді алдап тұр ғой. Неғып сенбейсіз? Зарина, сіз таза сұржылан екенсіз. Не, шындық көздеріңді ойып бара ма? Қайдан келдіңдер, сол жаққа қайқайыңдар. Тез! Құдірет аға, оған сенбеңізші, ол барлығын керісінше айтып тұр. Сыныптың бетін ашып көріңізші, аға. Кет дедім сендерге, бол, жинал, бар. Саламатсыздар ма? Құдірет мырза, біздің мекеме балаларды алып кетуге дайын. Иә, біз де жіберуге дайынбыз, алып кетіңіз. Бізді ол жаққа жібермеңізші, өтінем. Бар дедім мен саған. Кетіңдер. Құдірет аға, 1 минутқа бері келе аласыз ба? Құдірет кеңес ола. Мүмкін бармай қояса, сіздің жүрегіңізді жібіткісі келіп тұрған сияқты. Не болды? Не, менде мынандай айғақ бар.
Марал, полицияға хабарлас. Ал сен, Зарина, заңның алдында жауап бересің. Мынаған қарап шығыңызшы. Түгел аяқтың бәрі осында. Түсінікті. Қысқасы мен балаларды қайтарғым келеді. Егер заңды түрде балаларды асырап алсаңыз ғана, ондай мүмкіндік бар. Иә, бәрі заңның аясында болады. Алайда сіздің отбасыңыз толық емес сияқты ғой. Тым болмаса қалыңдығыңыз бар ма? Біз жақында үйленсек деп жоспарлап отыр едік. Иә, жаным? Иә. Болды онда. Қажетті құжаттарды жинап, асырап алуға дайындалыңыздар. Тек неке қию куәліктеріңіз болу керек. Иә, оның бәрін жасатамыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Сәл ыңғайсыз болған сияқты, иә? Мен тек балалар үшін айтып едім. Жоқ, бәрі дұрыс. Тота, балалардың бәрін шақыр. Шығыңдар. Күндір, үйге барайық. Тамақ ішейік. Папа, мен сені жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін. Жүр. Жүр деймісің? Эх, Зарина, ертеме кешпе бәрібір шындықтың беті ашылатын еді ғой. Аққа Құдай жақ деген. Сен не сонда осының бәрін оп-оңай былықтырып қашып кетем деп ойладың ба? Жауап бересің, ұқтың ба? Қылмыс осы жақта болып жатыр ма? Иә, дәл келдіңіздер. Міне, мұнаны алып кетіңіздер. Мен сізге бәрін кейін түсіндіріп берем. Қағаз жүзінде ауызша айтып берем. Ал дәл қазір апарыңызды қамаңыз. Жақсы. Жоқ. Жіберіңіз. Құдірет кеңесі ғой. Мен сізді сүйем. Марал. Мен балалар үшін соңына дейін барам. Ал сен соңына дейін баруға дайынсың ба? Түсінбедім. Екеуміз шынымен де қосылсақ, керемет болар еді. Қане, дәде қысылмаңыз. Сіздің сезіміңіз бар екен көріп тұрмыз ғой. Сіздер өте керемет жарасып тұрсыздар. Я деп жауап беріңізші, Марал тете. Біз де сізге бауыр басқалы едік. Сіздер әдемі жұп боласыздар. Балалар үшін болса, мен келсем. Күнімнің нұрлы қыры. Мен сендерден ешкімге бермеймін. Үнемі сендердің жандарыңда болам. Сәлем құрметті достар, егерде сіз үлкен киноға түскіңіз келсе, Қазпродакшн түсіргелі жатқан киноның кастингіне кел. Менімен бірге киноға түс.